Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге винегрет салатын жасап көрсетемін. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығы өте қарапайым ингредиенттерден жасалады. Және барлығы біздің ағзамызға өте пайдалы ингредиенттер. Енді суымызға сәбіз бен қызылшаны салып, кішкене қайнатып аламыз. Және үстіне картоп саламыз. Барлығы піскенге дейін біз суымызды қайната береміз. Піскеннен кейін бірінші картопты және сәбізді, және содан кейін қызылшаны қараңыздар. Өйткені картоп ең бірінші піседі. Және барлығын осылай ұсақтап, жақсылап турап аламыз. Мен бұл салатқа қиярдың орнына алманы қосқанды жөн көрдім. Себебі алма қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Бір алма қосыңыздар және жуа міндетті түрде. Барлығын осылай ыдысқа салып аламыз. Жақсылап араластырып, және тағы да біздің қосатын қосымша көкөністеріміз бар. Мен бұған жуа қостым, және де сарымсақты біз үккіштен міндетті түрде өткізіп алып, содан кейін барып салуымызға болады. Және осындай консервадағы горошекті салдым. Егер сарымсақты біз үккіштен өткізбей салатын болсақ, ұсақтап, турап салатын болсаңыздар, ащы болып кетуі мүмкін. Сол үшін тек қана бір данасын ғана қосып, соның өзі жеткілікті болады бұл салатқа. Мен барлығын жақсылап араластырдым. Енді бұған қосатын біз қоспамызды дайындап алайық. Ол үшін мен оливковый маслоға кішкене ғана шым-шым тұз қостым. Тұзды өте көп қосудың да қажеті жоқ. Себебі бізде қатты ащы болып кетуі мүмкін. Себебі ішінде жуа бар, сарымсақ бар, және қара бұрыш қостым. Кейін бір шай қасық шекер қостым. Енді бұл өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Көбінесе уксус та қосуға болады, және де лимон шырынын қоссаңыздар да болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша мен осылай дайындадым. Жасалу жолы өте оңай. Жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Сіздермен болған Мадина.